Қайырлы күн баршаңызға, Динараң асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сүт қосылмайтын, жұмыртқа қосылмайтын 6-7 түрлі булочкалар дайындаймыз. Ол үшін бізге 1800 грамм ұн, сұйық май, үстіне бөлме температурасындағы сары май қосамыз. Егер сізде бұнда илейтін құрылғы болмаса, қолмен илесеңіз де өте дәмді көтеріліп шығатын болады. Үстіне аштықының натуральный түрін қоссаңыз да болады. Үстіне қантымыз қосамыз. Описанияға міндетті түрде граммдарын жазып кететін боламын. Дәл осы менің жасағандай жасайтын болсаңыздар, жақсы шығатын болады. Үстіне мұздай салқын су құятын боламыз. Қамырымыз өте көп, егер жартысын дайындасаңыз да болады. Мінекей осылай илеп алдық. Үстіне тұзын саламыз. Ең кейінде үстінде тұз саламыз. Егер осындай құрылғымен илетін болсаңыз. Қамырымыз дайын болды. Енді столымызға алып, аз ғана жұмыс жасаймыз. Осылай жақсылап илеп аламыз. Қамыр қатты болып иленеді басында. Онымен қорықпаңыздар. 1 сағаттан аштыққа қойсаңыздар, өзі көтеріліп, өте жақсы көтерілетін болады. Неке қамырымыз дайын, үстін пищевой пакетке жауып қойсаңыз да болады. Жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Булочкамыздың начинкасын дайындаймыз. Мұнда сары май, кукуруз, жұмыртқасы бар. Описанияға не заттар екен міндетті түрде жазатын боламын. Творог бар мына жерде, жұмыртқа, кукуруз бар. Осыны блендердан өткеретін боламыз. Осындай қатты сұйықта болып кетпеу керек, қоюдаймыз, орташа начинка дайындаймыз. Осындай кондитерлік пакетке салып аламыз, өзімізге ыңғайлы болуы үшін. Осы начинкамыз дайындап алдық. Енді екінші начинкамыз дайындаймыз. Қызып тұрған табаға осылай көбіктеп туралған алмамызды қосамыз. Үстіне аздап қант қосамыз. Осы суы шығып, осылай қуырылғанша, екі жағын айландырып қуырып аламыз, суы шыққанша. Үстіне корица қосатын боламыз. Корицаны көп қосу қажет емес, өзіңіздің қалағанша қоссаңыз болады. Осында кептірілген жүзімдеріміз қоссаңыз болады. Жүзімді алдын ала жарты сағатқа суға жібітіп аламыз. Қамырымыз дайын, ашып, әдемі болып көтерілген. Көріп тұрғаныңыздардағыдай. Осыдан түр-түр булочкалар шығады. Менің айтқаным бойынша жасаңыздар өте күшті, әдемі шығады. Екінші дайындаған екі начинкамен дайындайтын боламыз. Әр осы граммыз 80 граммнан алдым мен. Бастақысын 14-13 штуктай алып алдым мен. Осылай дөңгелектеп, аздап бойын алғанша қойып қоятын боламыз. Мінекей қамырларымызды осылай міндетті пакетке қойып алыңыз. Қатты қалыңдай емес, жұқадай емес, орташа жайып аламыз. Осындай дөңгелек формаменен осындай айландырып аламыз. Ауысқан қамырды осылай формаға келтіріп аламыз. Мінекей жасалу оңай, осылай айландырып аламыз. Үстіне бір-біріне жабыстыру қажет емес. Осылай 20 минут, 40 минут қоямыз. 40 минуттада көтерілмесе 90 минутқа қоямыз. Екіншісі осылай жасайтын боламыз. Осылай алақанымызбенен езгілеп формасын шығаратын боламыз. Басқа да қалеген өзіңіздің формаңыз болса да жасасаңыз болады. Мінекей осылай пакетке жауып, пакетіміз ашық қалмау керек. Осыған мен айтқандарға мән беріңіз. Екіншісі осылай мінекей 40 минуттан кейін дайын болды. Үстін осылай саусағымызбенен аздап ойып шығамыз, начинкамыз салуымыз үшін.
алдын ала дайындап алған творогты кремімізді қосатын боламыз. Қатты толтырып нестеу қажет емес. Духовкамызда көтеріліп қатты нестеп кетуі мүмкін, сыртқа шығып кетуі мүмкін, орташа етіп осылай салатын боламыз. Қамырымыз 2-3 есеге көтерілген, көріп тұрғаныңыздағыдай. Жылы жерге міндетті түрде 40 минут, 90 минут қоямыз. Екінші қалған начинкамызды салатын боламыз. Алмалы салмамызды саламыз. Мінекей 90 минуттан кейін алып осылай үстіне жұмыртқа менен ағы менен сарысын араластырдым. Көз мөлшеріне аздап сүт қосып, осылай барлық жеріне жағып шықтым. Өзіңіздің духовкаңызға қарап пісіріп аласыңыз. Мінекей пісіп, қып-қызыл әдемі болып шықты. Өзіңіздің духовкаларыңызға қарайсыз. Менде 180 градуста 20 минутта пісіп шықты. Мінекей жұмсақ, өте әдемі. Үстіне аздап қантпенен, аздап суменен жылтырақ болу үшін істедім. Егер өз балдарыңызға болса, оны жасауды қажет емес. Екінші қамырымызды дайындайтын боламыз. Мұнда 500 грамм алдым. Міндетті түрде өлшеп алыңыздар. Осылай алақанымызбен кішкене жайып аламыз. Оқтаудың көмегіменен тағы да аздап жаямыз. Қатты қалыңда болып кету қажет емес. 8-9 мейлі болса болады. Начинкасын дайындаймыз. 2 қасық корица, 2 қасық қант қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Жаңа қамырымызды жайып алғанымыздан кейін сапалы сармайымызды осылай жағып алатын боламыз. Үстіне осылай сеуіп шығамыз. Бірінші шетінен бастап осылай сеуіп шығатын боламыз. Мінекей сеуіп шықты. Рулет тәрізді осылай орап шығамыз. Осындай сызғыш көмегіменен өлшесеңіз де болады. Болмаса көз мөлшеріңізбен теңдетіп бөліп аламыз. Менде 5-еуі шықты. Қайшының көмегіменен қатты мән береміз, қыздар. Қайшының көмегіменен қамырдың төменгі бөлігіне дейін кесу қажет емес. Осылай кесіп аламыз. 5 жерінен осылай түбіне дейін кеспейміз. Осылай гүл формада шығады. Екіншісінде осылай қайшыменен аяғына дейін қимаймыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздағыдай өте әдемі булочкалар шықты. Осында мінекей бұнында бетін жауып 40 минутқа рассольге қоятын боламыз. Бетін жауып мінекей көтеріліп шықты. Үстіне жұмыртқамызды жағып духовкамызға қоятын боламыз. Міндетті түрде өздеріңізді духовкаларыңызға қарайсыздар. Пісіп шықты. Енді үшінші булочкамызды дайындаймыз. Бұлда 500 грамм қамырымызды алатын боламыз. Әр бөлегі менде 85-90 граммдай алдым. Барлығын өлшеп аласыңыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Табамызға мақты осылай салатын боламыз. Қара күнжітімізді осылай жан-жағын жақсылап қуырып болатын. Үстіне аздап су тартылғанша бұқтырып қайнау керек. Осылай араластырып тұрамыз. Күйіп кетпеу керек, қыздар. Суығаннан кейін үстіне қантымыз салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Көтеріліп, осылай сопақта өйтіп, жайылған қамырымызға сармайымызды осылай жағып алатын боламыз. Бұл жерде сармайымыз кішкене жақсы болуы керек. Сапалы сармай қолданғаныңыз жақсырақ. Ортасына или өзіңіздің қалаған жеріңіз осылай дайындаған начинкамызды жағатын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай қатты қалың қылып жағу қажет емес. Осылай орап аламыз. Рулет тәрізді қылып. Сопақтау орап аламыз. Үстіне өткір пышағымыздың көмегіменен осылай кесіп шығамыз.
роза гүлді булочка шығады. Осылай кесілген жағын сыртқа қарай орайтын боламыз. Неке, дәл осы видеодағыдай алып жасасаңыз, міндетті түрде өте керемет шығады. Мінеки, көріп тұрғаныңыздағыдай роза гүлді булочка шықты. Екінші қамырымызда осылай сопақтауып жайып аламыз. Үстіне сармайымыз жағып, салатын боламыз. Осылай пышағымыздың көмегіменен кесетін боламыз. Арасы көріп тұрғаныңыздағыдай ашық-ашық қабат болып көрініп тұрыпты. Бірінші ұшын екінші жағына кіргізіп, жайлап жабыстырып қоятын боламыз. Неке, көріп тұрғаныңыздағыдай үшінші қамырымызда қалғандарында осылай жасайтын боламыз. Менде 500 граммнан 5-6 булочка шықты гүл. Неке, көріп тұрғаныңыздағыдай өте әдемі булочка шықты. Бұны да 40 минут, 90 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Қалған булочкамызды 80 граммға бөліп аламыз. Осылай бөліп алғанымыздан кейін начинкасын дайындайтын боламыз. Бұнда менде сүт, міндетті түрде граммын описанияға қалдыратын боламын. Сүтімізбенен, жұмыртқамызбенен қантымызды араластыратын боламыз. Қантымыз ерігенше араластырамыз. Араластырып болғанымыздан кейін сүтіміздің үстіне құятын боламыз. Үстіне кукурузный крахмал, ванилийімізді қосамыз. Ванилий міндетті түрде не болу қажет емес, оригинал болу қажет емес, оригинал болса тіпті жақсы болады. Араластырып, пәз алауда бұлғап тұрамыз. Қойып кетіп, басқа жұмыстарымыз істеп кетуімізге болмайды. Міндетті түрде осылай бұлғап, қою болғанша араластырып тұрамыз. Осылай ыдысымызға салып аламыз. Қою болғаннан кейін бұны суытуға қоямыз. Сармайымызды, суға начинкамызды аздап сармайымыздың үстіне салатын боламыз. Сармайымыз үстіне салып, миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болғанымыздан кейін осындай кондитерлік қапқа салып қоятын боламыз. Холодильникке аздап қоямыз. Осылай қамырымызды сопақтау етіп жайып аламыз. Бұның граммы 80 граммнан бөліп алдым. Қатты қалың болу қажет емес. Жаңа дайын болған кремімізді осылай екі қатар қылып жайып үстіне құйып шығамыз. Үстіне кептірілген жүзімдеріміз қоямыз. Қаламасаңыз, қоймасаңыз да болады. Осылай қолымыздың көмегіменен осылай біріктіріп шығамыз. Қамырларымызды жайлап ішіндегі воздухтарды шығаратын боламыз. Қатты басып не істеу қажет емес. Осылай бір-біріне біріктіреміз, ұшын жайлап келтіреміз. Өте жұмсақ, үлпілдек булочкалар болып шығады. Листін осылай қайшының көмегіменен жай ұшын қиып шығамыз. Ерекше форма әдем болып шығады. Екінші қамырымызды да осылай жайып жалғастырамыз. Сопақтау қылып жайып аламыз. Осылай кремдерімізді құйып, үстіне кептірілген жүзімізді саламыз. Мен бұл жерде қыздар қатты мән беретініңіз 40 минут рассропкада тұру қажет. Міндетті түрде 40 минут пакетте тұру қажет. Или пленканың ішіне ауа кірмейтіндей қылып қоюыңыз керек. Листімізге салып бұл жерде қиятын боламыз.
40 минутқа қоямыз. Мінекей 2-3 есеге ұлғайып көтерілді. Үстіне жұмыртқамызды жақсылап жағатын боламыз. Барлық жеріне жұмыртқаны жағуымыз керек. Өз духовкаларыңызға қарайсыздар. Мінекей пісіп шықты. Міндетті түрде дайындап көрсеңіз болады. Осындай мінекей күніме дайындаған булочкаларымыз осы. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем. Мұнда жұмыртқа іздеп әлек болмаймыз, сүт іздеп әлек болмайыз. Маған жазылмаған болсаңыз, подписаться бөліміне кіріп, подписаться етіп, все дегенді басып қойыңыз қоңырашаны. Алдағы уақытта бұйырса өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын, лайфхактармен бөлісетін боламын. Жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Динараның асханасы. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыз.